21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні құтты болсын. 21 мамырда Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1940 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы орта геологиялық зерттеулер институты құрылды. 1999 жылы Батыс Қазақстаннан Қара теңіз жағалауына дейін Каспий мұнай құбыры тартыла бастады. 2008 жылы Қазақстанда ұлттық аэроғарыш қауымдастығы құрылды. 2014 жылы Қазақстан астанасындағы Тәуелсіздік сарайында 7-ші Астана экономикалық форумы өз жұмысын бастады. Мереке құтты болсын.